Құрамына Royal Dutch Shell, Eni, Chevron, Lukoil және Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы енген шетел компанияларының консорциумы 20 жыл бойы Қарашығанақ мұнайгаз конденсатты кен орнын игеріп келеді. Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы және Қазақстан Республикасы арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін негізгі құжат саналатын өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойылғалы бері 20 жыл өтті. Дәл былтырғы мерейтойлық жылы көптеген параметрлер бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткіздік. Және бұл көрсеткіштер негізінде алдағы өсіп дамудың деңгейлері айқындалады. Мәселен, өндіріс көлемі мұнай баламасы көмірсутек шикізатының 146 миллион баррелін құрады. КПО жетекшілігінің ұдайы және бұлжытпас қағидаларының басымдықты қатары қауіпсіздік техникасын, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауда, яғни адам денсаулығына тікелей қатысты мәселелерді қамтиды. Және бұл бағыттар бойынша әлемдік деңгейдегі көрсеткіштерге қол жеткіздік. Қауіпсіздік техникасы талаптарын орындау бойынша қатаң талаптар КПО қызметкерлеріне де, мердігерлерге де қойылады. Жұмысты орындауға міндетті оқудан және нұсқаулықтан өткен адамдар ғана жіберіледі. Мұндай әдіс қалыпты ережеге айналып, оң нәтижелерін беруде. Мәселен, өткен жылғы жалпы қаражат алудың көрсеткіші 0,15% ғана құрады. Бұл жоба тарихындағы рекордты төмен шама. Еңбек қабілетін жоғалту және жол көлік оқиғаларының саны одан да төмен. Жалпы алғанда 2017 жылы орын алған жол көлік оқиғаларының көрсеткіші одан алдыңғы жылмен салыстырғанда 36%-ға азайды. Мен еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау жоғары өндірістік көрсеткіштерге жетумен тығыз байланысты екендігіне нық сенімдемін. Технологиялық қауіпсіздіктің қолым жеткен деңгейін сол қалпында ұстап тұру мақсатында ғана емес, сонымен қатар оны арттыру үшін өндіріс мәдениеті ережелерін сақтау, бір-бірімізге қамқорлық таныту және табыстарымызға мақсаттанудан аулақ болу міндеттеріміз туралы ұмытпағанымыз жөн. Біз қызықты заманда өмір сүріп отырмыз. Қарашығанақ жобасы 21 жыл бойы жүзеге асырылып келеді. Жақын арада өндірісті ұзартуға бағытталған бірқатар жобалардың бекітілуін күтудеміз. Қарашығанақ кен орнын кеңейтуге көзделген ірі жоба бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Бізге Қазақстан Республикасы мен серіктестеріміздің алдында осы жобаларды технологиялық қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, уақытылы әрі бюджет шеңберінде жүзеге асыруға міндеттемелер жүктелген. Сонымен қатар біз жергілікті қоғамдастықтың өмірінде маңызды орын алатынымызды ұмытпағанымыз жөн. Себебі КПО Батыс Қазақстан өңірінің экономикалық дамуына елеулі үлес қосып келетін Қазақстандағы ірі компаниялардың бірі болып табылады. Осындай өте маңызды факторлардың жиынтығы КПО компаниясының корпоративтік жауапкершілігінің деңгейін арттыра түседі. Қарашығанақ халықаралық сапа стандарттарының имиджі ретінде танылды. Сондықтан мекеме мен әріптестеріне қойылар талап айтарлықтай жоғары. КПО мен аймақ басшылығының қазақстандық тауар жеткізушілер мен қызмет түрін ұсынушылардың бірлескен жұмысы арқасында осындай жетістікке қол жетті. Мұндай байланыс өңірдің индустриалдық инновациялық дамуына оң ықпал етеді. Батыс Қазақстан облысында орналасқан Қарашығанақ мұнайгаз конденсат кен орны бүкіл республиканың игілігі болып табылады. Облыстың индустриалды секторын нығайтуда Қарашығанақ Petroleum Operating консорциумның үлесі зор. Соңғы 3 жылда жергілікті қамту үлесі 47%-тен 54%-ке өсті. Жобаны жүзеге асырған уақыттан бастап өңіріміздің әлеуметтік инфрақұрылымдық жобаларына 340 миллион ақш долларынан астам жұмсалды. Бүгінде Қарашығанақ кен орны техникалық жаңғыртуды одан әрі дамытуға, мұнай мен газ өндірудің тұрақты деңгейін ұстап тартуға миллиардтаған инвестициялар құюда. Қарашығанақтың жаңа құйылымдары мыңдаған жұмыс орнын ашып, өңірдегі зауыттардың толық жұмыс істеуін және қосымша салық түсімдерін қамтамасыз етеді. Облыс әкімдігі КПО және оның құрылтайшыларымен тұрақты диалогты қолдайды. Біз өңір тұрғындарының әл-ауқатын жақсартуға бағытталған тарихи өзгерістер кезеңінде өмір сүрудеміз. Облыс тұрғындары мен барша Қазақстанның игілігі үшін КПО және оның құрылтайшыларымен бірлесіп жұмыс істейміз. 2-10 жылдықта өткен жолымыздың ауқымына сан көрсеткіштеріміз дәлел. Бүгінгі күнге дейін серіктес компаниялар Қарашығанақ жобасына жұмсаған ақша салымдары 23 миллиард ақш долларынан асып кетті. Кеніштің жаңа тарихы кезеңінде
көмірсутек шикізатын өндірудің және өңдеудің заманауи технологияларын қолданудың үлгісі болып табылатын жаңа өндірістік нысандар жаңартылды және қолданыстағы нысандардың қатарына енгізілді. Нәтижесінде Қазақстанда өндірілетін жалпы газдың 49% және сұйық көмірсутек шикізатының 16% қарашығанақ үлесінде. Қазақстан Республикасының бюджетіне тікелей төлемдердің көлемі 15 миллиард доллардан асып кетті. Бұл мемлекет қазынасына түсетін қаржылай түсімдердің едәуір үлесі. Өнімді бөлу туралы келісімдерге мемлекет мүддесін білдіру мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметі PSA жауапкершілік шектеулі серіктестігінің өкілетті органын құрған еді. КПО-ның қазақстандық тараппен қарым-қатынасы әрдайым өзара түсіністікпен негізделіп келеді. Сегодня Карачаганак является образцовым проектом. Қазіргі таңда Қарашығанақ Қазақстанның ғана емес, әлемдік мұнайгаз өнеркәсібінің үлгілі жобасы. Біздің, яғни өкілетті органның Қарашығанақ консорциумының мердігер компанияларымен бюджетті оңтайландыруға бағытталған бірлескен жұмысымыз арқасында мұнай баламасындағы баррельге шаққандағы үлестік операциялық шығындар Қазақстан аймағындағы ғана емес, бүкіл дүниежүзі бойынша ең төменгі көрсеткіш болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, мемлекеттік бюджетке тікелей түсімдер Қазақстанның Profit Oil'дегі үлесінен және басқа да бюджетке міндетті төлемдерден құралады. Болашақта мердігер компаниялардың да Қазақстан Республикасының да жалпы табыс мөлшерін арттыруға мүмкіндік беретін Қарашығанақты кеңейту жобасы жоспарланған. КПО басшылығы күнделікті мәселелерді шешіп келеді. Қарашығанақ көмірсутек шикізатының қоры бойынша ең ірі кен орындарының бірі болып есептеледі. Сонымен қатар ол техникалық тұрғыдан айтарлықтай күрделі, кенішті тиімді игеру және қойнауқаттық қысымды ұстап тұру үшін жалпы өндірілетін газдың жартысынан астам көлемі қабатқа кері айдалады. Осындай бірегей технология ең алғаш рет дәл осы Қарашығанақта қолданылды. Өнімді қабаттың қасиеттері өзгеруде. Бұл өзгерістер өндірістің жаңа әдістерін қолдануды талап етеді. Болашаққа керемет жоспарларымыз да бар. Болжамды жобалардың ішінде газ бойынша өндірістік шектеулерді алу, 4-ші кері айдау компрессорын орнату және 5-ші технологиялық желіні құру сияқты елеулі жобалар бар. Осы жобалардың әрқайсысы бойынша түпкілікті инвестициялық шешімдер қабылданбақ. Аталған жобаларды жүзеге асыру кезеңінде жаңа қызметкерлердің саны арта түсуі күтілуде және бұл орайда біз лайықты түрде дайын болуымыз қажет. Өздеріңізге мәлім, кез келген өзгеріс өндірістік тұрғысынан да қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жағынан да қиындықтар туындатады. Жаңадан келетін қызметкерлер алдымызға қойған талаптар мен ережелерімізбен таныс емес. Сондай-ақ олардың бейімделуі бізден қосымша күш-жігерді талап етеді. Дәл осы жыл үлкен құрылыс сатысына көшу жылы болмақ. Біз мұны барынша тиімді жүзеге асыруымыз қажет. 2-10 жылдық бойы КПО жобадағы қазақстандық үлестің қатысуын қамтамасыз етіп, оны арттырып келеді. Бұл стратегия қызметіміздің барлық салалары мен бағыттарында да қатысты. Өткен жылғы нәтижелер бойынша КПО-ға жеткізілетін тауарлар, жұмыстар және қызметтердегі жергілікті қамту үлесі 54%-дан асты. Ал ақшалай баламасында бұл 400 миллион долларға жуық қаржыны құрады. Жалпы алғанда, өнімді бөлу туралы негізгі келісімге қол қою сәтінен, яғни 1997 жылдан бері КПО сатып алу үдерісіндегі жергілікті қамту үлесі 6,54 миллиард ақш долларын құрады. Компанияның білікті қызметкерлерінің және супервайзерлерінің арасындағы қазақстандық үлес 95%-ды құраса, жетекшілер қатарындағы көрсеткіш 76%-ға жетті. Шетелдік мамандарды алмастыратын қазақстандық қызметкерлерді оқыту және дайындау үшін елеулі қаражат бөлінуде. Осы мақсатта 20 жыл ішінде 200 миллион доллардан астам ақша жұмсалды. Соңғы жылдары Батыс Қазақстан облысының әкімдігімен және де Қазақстан Республикасының құзыретті органымен тығыз жұмыс жасаудың арқасында қазақстандық қамтуды өсіру шеңберінде бірталай жетістіктерге жеттік деп айтуға болады. Атап айтсақ, соңғы 2 жылда Қазақстанның 7 облысын, Алматы және Астана қалаларына барып, сол жерде орналасқан кәсіпорындармен таныстық. Соның арқасында тауарлардың бірнеше түрін бұрын шетелде алатын, соларды қазір осы Қазақстанда алып отырмыз. Сонымен қатар
КПО компаниясының құрылтайшылары мемлекеттермен, сол жердің кәсіпорындарымен де тығыз жұмыс жасанудамыз. Айтап айтсақ, ол Англия, Голландия және Италия мемлекеттері. Ол жерде де бірталай жетістік бар. Енді мына Қазақстандағы бар инвестициялық преференцияларды ескере отырып, осы жергілікті қамту жұмысы өзінің жақсы жалғасын табады деген ойдамыз. Пайдалану тұрғысынан осындай мейлінше күрделі кен орындарында жауапкершілігі зор және тәртібі жоғары адамдар ғана жұмыс жасай алады. Жоғары білікті мамандар, заманауи жабдықтар және озық технологиялар қарашығанақтың қоршаған ортаға әсерін барынша төмендетуге мүмкіндік берген негізгі факторлар. Қызметіміздің табиғатпен үйлесімде жүргізілуін сенімді мониторинг жүйелері қамтамасыз етеді. Газды кәдеге жарату деңгейі 99,92% құраған былтырғы жыл осының дәлелі. Осындай көрсеткіш әлемдік деңгейдегі жетістік. Газды алауда жағу көлемі 0,8%-ға дейін төмендеді. Көмірсутек өндірісінің бірлігіне шаққандағы парниктік газдардың салыстырмалы шығындылары былтырғы жылмен салыстырғанда 4%-ға азайтылды. Осының барлығы ұңғымалық операциялар кезіндегі мұнай мен газды жағуды едәуір азайтудың нәтижесі. Алдын ала жасалған ескертпеге сенсек, аталған көрсеткіштер мұнай-газ саласындағы халықаралық деңгейден 54%-ға озып келеді. Қарашығанақ инвесторларының қоршаған ортаны қорғау бойынша стратегиясы жасыл экономика мақсаттарына толықтай сәйкес келеді. Ал осы жасыл экономикаға көшуді президент Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі деп атаған. Қолданатын техникалық шешімдеріміз осы саладағы теңдесі жоқ нәтижелерге тиімді қол жеткізуге мүмкіндік беретін ең соңғы ноу-хау болып есептеледі. Нәтижесінде жұмысты қауіпсіз орындауды, Қарашығанақ кен орны орналасқан аймақтың биотүрлігін сақтауды қамтамасыз ететін жағдайлар жасалды. Қызметкерлердің және жергілікті халықтың қоршаған ортаны қорғау бағдарламасының қолданылуы және жүзеге асырылуы жөніндегі хабарландыруына да ұдайы көңіл бөлінеді. Жалпы 1998 жылдан бері табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру мақсатында КПО $358 миллион жұмсады. Бұл шаралар заңнама талаптарының және нормативтердің барлығын бұлжытпай орындаумен жүргізіледі. Қоғамның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі үміт болжалдарының екпіндей өзгеруі де ескеріледі. Сондықтан кез келген экологиялық қауіп қатерлерді болдырмауға бағытталған алдын алу жұмыстарының маңызы өсіп келеді. Мәселен, Қарашығанақтың санитарлық қорғау аймағын кеңейту және жаңа жобаларды жүзеге асыру жоспарланғандықтан, оны ұлғайту туралы шешім алдын ала жасалған еді. Бұл тұрғыдан КПО ауқымды әлеуметтік жобасы Березов және Бестау ауылдарының жаңа аймақ шеңберіне енгені себебінен олардың тұрғындарын көшіру де жүзеге асырылды. Бұл үдерісте халықаралық ережелерге толықтай сәйкестікте жүргізілді. Ал оның сәтті орындалуы осы жобаны толықтай қаржыландыруды өзіне алған КПО компаниясының атқарушы билікпен, депутаттармен және қоғамдық ұйымдармен тығыз әріптестік және серіктестік арқасында мүмкін болды. Көшіру кезінде ең алдымен Березов пен Бестау ауылдары тұрғындарының мүдделері мен тілектері ескерілді. Олардың кейбіреуі Ақсайдан пәтер алса, енді кейбіреуі жер үйді қалап, Аралтал шағын ауданындағы жаңа құралған абаттандырылған коттедждік ауылға көшті. Бұл тұрғындарға қажетті инфрақұрылым жасалды. Балабақша мен мектеп салынды. Автожолдар мен жаяу жолдар төселді. Жергілікті билік олардың жұмысқа орналасуымен айналысты. Жалпы алғанда 2000-нан астам адам өз тұрғылықты жерін ауыстырды. Осындай ауқымды құрылыс үдерісіне КПО-ның барлық әлеуметтік нысандарындағыдай тек қазақстандық компаниялар ғана қатыстырылды. Жиырма жыл ішінде Қарашығанақ облысымыздың қайта құрылысына қомақты үлес қосып, жергілікті құрылыс компанияларына осындай жағымды өзгерістерге қатысуға үлкен мүмкіндік беруде. Мердігерлік ұйымдарға КПО талаптары әрқашан өзгеріссіз қала береді. Халықаралық стандарттарға сай сапа, қауіпсіздік техникасы және келісімшарт мерзімдерін бұлжытпай орындау. Мұның барлығы қызметкерлердің ең жоғарғы біліктілігінің арқасында жүзеге асады. Сол себепті КПО мекемесімен серіктестігіміз
біздер үшін шеберліктің күрделі мектебіне айналды. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті мекемеге айналып жұмыс көлемімізді арттырып келеміз. Қосымша жұмыс орындарын ашатын, сонымен қатар жергілікті мамандар кәсіпқойлығының және біліктілігінің деңгейін арттыратын үшін КПО мекемесіне алғысымызды білдіреміз. Орал өңіріндегі әлеуметтік жобалар Қарашығанақ инвесторлары қаражаты есебінен 1998 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Осы уақыт ішінде облыс орталығында және ауылдық округтерде мектептер, балабақшалар, мәдениет үйлері, денсаулық сақтау және дене шынықтыру мен спорт мекемелері құрылды және жөнделді. Жолдар мен инженерлік коммуникациялар салынды. Жобалардың тізімі жергілікті атқарушы билікпен бірге анықталып, ең өзекті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Орын алып жатқан берекелі өзгерістерге кеніштің экономикалық қайырымын, жағымды әсерін аймақтың барлық тұрғындары сезеді. Қазіргі таңда жаңа қоныстану, уақыт нышаны және мұндай уақытты құрылысқа КПО зор үлес қосып келеді. Мәселен, көлік жолдарының жағдайы ұзақ уақыт бойы ең толғақты мәселелердің бірі болды. Соңғы жылдары жол жөндеудегі қарқынды серпіліс жағдайы едәуір өзгертті. Мұнда да КПО компаниясының орны зор. Қарашығанақ тапсырысымен салынған нысандардың әдемі, тиімді және ұзақ уақытқа шыдайтын сапалы әрі берік екенін халық біледі. КПО-ның жергілікті халықпен ынтымақтастығы мәселелеріне ұдайы көңіл бөлінеді және бұл жұмыс халықаралық алғысқа ие болды. 2017 жылғы желтоқсанда RAEX рейтингілік сараптау агенттігімен өткізілген 7-ші сайыстың тұрақты даму туралы үздік есеп номинациясында КПО жеңімпаз атанды. Алда Қарашығанақ жобасын кеңейтуге және аймақтың одан әрі тұрақты дамуына бағытталған күрделі жоспар мақсаттар бар.